Hoş geldiniz balalar geçecek alemine. Sizce kuaşsınlar mı? Aldınız bala bakalım. Ne geledik yemiz? Енді ауылға баруға сендер дайынсыңдар ма? Ауылға барған кезде кім бар екен, қалай ойлайсыңдар? Жарайды. Ал далада, аулада. Тағы не жайылып жүр? Қандай малдар бар? Жануарлар. Ешкілер, сосын не бар? Қойлар. Далада не өсіп жатыр? Ал енді не сіздерге ауылға саяхатқа апарады. Ауылға бару үшін көзіңізді жұмаңыз. Көзіңізді жұмаңыз. Ал көзімізді ашамыз. Қараңдар балалар, біз ауылға келдік па? Ал ауылда бізде қараңдаршы, қандай керемет. Атамыз, әжеміз және гүлдерде қойларды барлықтары сыртта тұр екен. Енді барлығын орналастырып, ауылға ұстап қонаққа баруымыз керек. Келе ғой Мария. Атаны төрге қарай апарамыз. Ата мен әже төрде отырады екен, солай ма балалар? Дұрыс. Қарашы Мариям, айта ғой. Ата не ішіп жатыр? Айран. Дұрыс. Орналастыра ғой. Енді әжені орналастыра ғой. Айше не істеп жатыр ағаным? Дұрыс айтасың. Келесі Айзере келе ғой. Ал енді гүлдерді орналастырамыз, иә? Гүлдерді далаға жерге орналастырамыз, апарамыз. Гүлдерді. Так, келесі гүлді апарамыз. Болды. Келесі гүлді апарамыз. Тағы бір гүлді апарамыз. Бәрі келді. Келесі олжасқан. Гүлдерді орналастырамыз. Гүлдерді орналастырамыз. Келесі гүлді апара ғой орнына. Кел, София. Қойларды орналастырамыз далаға, иә? Қойлар апара ғой. Әже қояр, иә? Кезден орнына, әжеге орналастырамыз. Әжеге апара. Жайылып жатқан қой екен, иә? Келесі қойды апарады маған Альфия. Неше қой бар бізде? Екі қой екен бар. Бірінші қой оң жақта ма, сол жақта ма? Сол жақта. Екінші қойымыз қай жақта? Оң жақта екен. Дұрыс балалар. Біз ауылға серуенге барып келдік, иә? Бардық па ауылға? Ал енді келесі ауылға біз өзіміз басқарған үшін ойын алаңына барып ойнауымыз керек. Алға айтыңдаршы балалар маған. Кейде ата бар екен. Және дастарханда не бар олардың дастарханда? Бауырсақ, нан, сосын айран көзге иә, дұрыс айтасыздар. Ал енді кейде қандай ою-өрнек көмкерілген? Қазақ ою өрнектеріне көмкерілген біздің киіз үйіміз, иә, Данеля? Енді осы оюларды, гүлімізді және де қойларымызды өзіміздің ойын алаңымызда шығаратын боламыз. Келісесіңдер ма? Ал енді сендерді белгі бойынша бөлмек барлығын. Енді балалар, қолдарында түрлі түсті киіз бар екен. Әркімнің киіз үйі әр ойын алаңында көрсетіліп тұр, иә? Ал енді түстеріне байланысты барып ойын алаңдарына бөлінеміз. Кімнің үйі қай жерде тауып алыңдар, сары үйде міне
ауылға барған кезде біздерде апамыз дастархан дайындайды екен. Ал дастархан дайындау үшін ең бірінші сендерге бауырсақ пісіріп қойған екен. Ол бауырсақтарды дастарханға жайып қойған екен шашып. Сол бауырсақты суретін салатын боламыз. Ең бірінші қылқаламды алып суға батырамыз. Сосын суға батырғаннан кейін, су мөлшері көп болғаннан кейін алдарында тұрған сүлгілеріне қылқаламды шамалып аламыз. Қатты су ақпау үшін сосыннан бояуға малып, сарғыш бояуға малып, біз бауырсақтардың суретін салатын боламыз. Апамыздың дайындаған бауырсақтарын осылай қылқаламды кигізіп сурет салатын боламыз. Тағы да бояуға баламыз. Бояуымыз қанық болу үшін. Және де осылай бауырсақтарымызды толтырып, апамыздың шашқан бауырсағымызды суретін салатын боламыз. Және де суға қайтадан жуып аламыз да қылқаламызды. Осындай суымызге сүртіп, қылқалам тұғырына орнатып қоямыз қайтадан қылқаламды. Сүртті ма? Ал енді қылқалам жайнап алып, суға батырып қылқаламды суретті бояуға батырып суретті салыңыздар. Тегіземіз кішкенте бояуда бауырсақтардың суретін салыңдар. Бояуды алдыңдар. Кезде әдемі гүлдер шығады екен. Барлығымыз киіз үйге апарып, ауылдағы үйімізге барып, төрге портретімізді орналастырамыз жүрінде. Барлықтарымыз оюымызды алып, орнына көрмеге орналастырамыз. Орындарға отырыңдар. Бауырсақтарымызды барымыз алып орналастырамыз. Бауырсақтарымызды апамыз берген бауырсақтарымызды. Балалар, маған қараймыз. Алаңызда қызық ойын күтіп тұр біздерді. Енді қараңдар, алдымызда осындай төрт түрлі қазақтың оюы бар екен. Осы оюларды біз құрастыратын боламыз. Ойын жүнін толтыратын боламыз. Қараңдар, осындай мақтан алып жабыстырса, қойын жүні толыққанды толады. Көкпен көлеңкесін тауып, қозғалтып, көрпешемізді орнына апарып орналастырамыз. Киіз үйді ашамыз. Ашқан кезде қазақ ұлттық тағамы шығады. Түрлі қазақ ұлттық тағамын ашамыз, атаймыз. Мынау қазақ еті, иә? Және де осы сурет бойынша сөйлем құраймыз. Мама, ет дәміміз пісті. Ой, бәрекелді, ет. Мен мама алып берді. Ой, бәрекелді. Ой, бәрекелді. Енді кетеді апарам. Ой, бәрекелді. Ой, бәрекелді. Ой, бәрекелді. Қандай керемет қойлар, я, балалар? Ал енді қойларымызды апарайық. Көтеріңдер, қойларымызды қораға апарайық. Ал қандай керемет оюларымызды алып, киіз үйге апарайық, жүріңдер. Киіз үйдің күнделігі неше түрлі оюларын көрсетіп қояйық, иә? Әкеліңдер. Біздің қыздарымыз да ақылды екен. Келіңдер балалар, ортаға тұрайық. Балалар, сендерге ойын ұнады ма? Иә. Біз қайда қонаққа бардық? Ауылға қонаққа бардық. Ауылға барған кезде біз не жасадық? Қой жасадық, иә? Қойдың несін жасадық? Несін толдырдық? Мақта жүнін толдырдық, дұрыс айтасыздар. Және де бізде қыздарымыз Мадина не жасадыңдар? Ою құрастырдыңдар, бәрекелді. Және тағы не істедіңдер? Сөйлем құрадыңдар, иә? Әлихан, не істедің сен ана екінші ойында? Сөйлем құрадың, иә? Қандай ұлттық тағамды айттың сен? Бәрекелді, бауырсаққа сөйлеміңді қайталап берші маған.
айтамын. Базақ, мама. Пісіріп берді, иә? Берді. Бәрекелді. Ал енді балалар, керемет екен сендердің ойнаған ойындарың. Барлықтарында ақылды екенсіңдер. Ал енді барлығымыз бауырсақпен шай ішетін боламыз.